Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Менің қолөнер каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге рюкзактың астына, жаңа сумканың астына мындай сопақша тоқу керек. Негізінде осындай. Осыны мен сіздерге қалай тоқу керек екенін дұрыстап, соны түсіндіріп көрсетіп өтетін боламын. Ол үшін бізге осындай трикотажная пряжа. Басқа жіптен де тоқсаңыздар болады. Но менде Tiffany жібі и 6 номер міне 6 миллиметрлік крючок. Ең басында бізге цепочка из воздушной петли жасау керек болады. Міне бірінші. Бір, мынау да саналады бізде. Мынау біріншіміз болып саналады. Сол үшін қатты тартпаймыз бұны. Бір, мынау екі болып саналады. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мені осындай бізде детский рюкзактың астын тоқып көрсететін боламын сізге. 11 петля алдым, Біз мына жерін тоқыдық. Тура ортасын тоқып жатырмыз. Сосын мына жерде біз добавка жасаймыз. Білесіздер ғой, добавка бір столбиктан екі столбик шығарамыз. Бір столбиктан екі столбик мысалы. Мына жақта бізде добавка болады. И мына жақта бізде добавкалар болады. Ал мына жердің бәрі чешеді, бір-бірден ғана тоқитын боламыз. Мысалы бізде міне 11 мысалы бүйтіп мен санамай осылай тере салдым, Міне бірінші, мынадан мына бізде шаштың өрілгені сияқты болып тұр, Біз мынадан тоқитын боламыз. Шет-шеттерінен тоқитын боламыз. Міне бірінші, екінші, үшінші кері саналды, Міне үшіншісіне саламыз, міне мынаған саламыз. Міне үшіншісіне салдық. Сонда бізде уже мынау бізде ең бірінші столбик болып тұр. Біз осы жерге қазір добавкалар жасайтын боламыз. Міне мына жерде бізде уже мына жерге добавка жасаймыз. Ал мынау уже мынадан бастап бір-бірден тоқитын боламыз. Біреуді, міне екеу, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осындай болып шықты. И мына ең соңғысынан мына жерге біз 3 столбик без накида тоқитын боламыз. Бір, екі, и міне 3. Бір жерге міне 3 тоқыдық. Бізде бұл добавка болып саналады. Бір жерден 3 тоқыдық. Сонда мына жерде бізде бір столбик бастап кеттік, міне. Қарасаңыздар, міне бізде мына жерде бір столбик тұр, міне көтеріліп. Бізде бір столбик болып саналады уже. Бізде бір столбик бұлай тұр. И біз мына жерге қазір мына шетін аярланып, қазір мына жағын тоқимыз ғой, сол кезде мына жерге тағы 2 столбик тоқу керекпіз. Мына жерге біз бір-бірден тоқып келдік, барлығын бір-бірден бет тоқып келдік. Бізде мына жағы, по-моему, 9 болды. Или 8 бір-бірден тоқып келдік, Оны санап отырсаңыздар да болады, ары бері. Санамай қойсаңыздар да болады. И мына жерде жаңа 3 тоқыдым, бір жерге міне добавка. Мына жерге 3 тоқыдық. Енді бұлай бір-бірден тоқым, барлығын бір-бірден тоқимын. И мына жерге келгенде 2 тоқыдым. Оны кейін суретін салып көрсетемін. Міне енді біз мына жерге тоқыдым. Енді мынаған тоқимын. Біреу мына жерге уже 3-ін мына жаққа тоқып қойдым мен бағана мына жерге. Енді мына бір жіптен мына жерге бір-бірден ғана тоқымыз. Міне мынаған ғана.
былай ілессеңіздер болады. Мысалы, ол дұрыс емес, енді бұл жерде біраз жіп бар. Мына жерде бір жіптен ғана міне өстіп тоқимыз. Осылай. Мынау біздің цепочкамыздың шешеді, воздушный цепочкамыз шешетін тоқып жатырмыз. Бұл бізде бірінші қатар болып саналады. И мана. И біз мына жасыл тұрған жерге негізі тағы да екеу тоқу керек. Өйткені ол жерде бізде бір столбик бар. Сонда мына жерге біреу, и екеу. Сіздер белгілеп қойсаңыздар болады. Сонда мына жерге бір столбикқа екеу тоққанда мына жақта да үшеу болды, и мына жақта да үшеу болды. Мына жақ бірдей болды, тең болды. Міне бірінші қатарымыз бітті. Енді мына бір 2 сантиметрға ұзын қылып шығарасыз. Болмаса міне 1 сантиметрға ұзын қылып шығарыңыз. Мынаған теспейміз. Ол біздің жаңағы галочка қылып тоқимыз астын. Біздің галочкамыз бұл. Мына қараңыз, мынаның астына саламыз. Мынаған тимейміз. Бұл біздің бірінші галочкамыз. Мынау үстіндегі аламыз да, мынаны біздің петлямыз салып артқа тартамыз. Сол кезде міне мына жіпті қаттырақ тартсаңыздар тесігі жабылады. Мысалы міне алып тастаймыз. Сонда бізде мына жерде бірінші қатарымыз бітті. Енді біз аламыз да мына біздің мына жерден шығып тұрған неміз жібіміз. Қараңыздар, мына жіп қай жерден шығып тұр? Мына жерден шығып тұр. Тура мынандай көріп тұрсыз ба? Мынандай косичка сияқты. Мынаның тура астында бүйтіп көтерсеңіз, мынандай екі мынандай таяқша сияқты столбигіміз бар. Прям біз сол жаққа салатын боламыз. Қараңыз, енді мына жерде мына жіпті петляны мына жаққа салдық. Ең бірінші столбигіміз мынау, ең соңғымыз мынау. Петляны ұзын қылып шығардық. Тура мынаның астында мына жерде біз петляны аламыз да. Қараңыз, былай саламыз. Крючогымызға ілеміз и мына петлядан да шығарамыз. Мына жақта екі жерден шығарамыз. Сонда мынадан шығардық. Мына жерге бір столбик көтереміз. Қарасаңыздар, мынандай галочкалар мына жерге. Тоқыдық, мынаған қарап сіздерге мынау белгі беріп тұрады. Мына жерде тесік тұр ғой. Сол жерде бізде 3 столбик тұр. Мына 3 столбигіміз мыналар. Сол мыналарға каждыйына екі-екеуден тоқу керекпіз. Мен мысалы мынаған біреу ғана тоқыдым, и мынаған біреу тоқыдым. Қазір бүйтіп айланып келемін да, мына каждыйына екі-екеден тоқыдым. Бүйтіп айланып келіп, мынаған екеу, и мына жерде біреу бар ғой, и біреу мына жерге қоса саламын. Беріп қоймын біздің бірінші столбигіміз, мына галочкамыз бірінші. Сонымен мына жерге біреу жасадым. Қазір бүйтіп айланып келіп тоқып, былай тоқып бастадым, былай тоқимын да, былай айланып келгенде мына жерге тағы біреу жасаймын. Сол кезде мына жерде бізде екі-екеден болып шығады. Сонда добавка мына жерде біреу ғана жасаймын. Енді ары қарай барлығына бір-бірден ғана тоқып шығамыз. Мынаны тоққан кезде галочканы сразу былайдан шығарып, сразу ала бермеңіз, мынаның бойымен тартасыз кішкене мына галочка. Анауыңыз тартып жасай берсеңіз болады мына петлямыз. Ал мына галочкадан бүйтіп галочка шығарамыз ғой бүйтіп. Ол кішкене ненің бойымен кішкене тартып шығарып. Анау кішірек бола берсе болады.
кейбір кісілер мысалы былай алады да сразу мына жерден былай жасай береді. Оны кішкене бойымен тарту керек. Сосын барып галочка тоқ екінші негізге сыймай қалады. Осыдан осы галочкаларға тоқимыз ғой қазір қайтадан. Мына галочкаларға тоқимыз. Мына галочка дегеніміз мына тұр ғой. Мынау былай шығып тұрған сияқты былай. Мына жақтан былай шығып тұрады. Тура соның астына бүйтіп ашсаңыз галочка мына осы жерде мынаған салып жатырмын мен. Мынаған емес, как алдында басқа сумкаларға былай тоқыдық, а біз галочка несін тоқыдық, узорын. Осылай. Еще былай салсаңыз, например, крючокты ол дұрыс шықпайды. Вот наискосок былай саласыз, кішкене қисықталып бүйтіп салсаңыз дұрыс шығар. Неңіз, крючогыңыз. Потом тағы бір несі, мына жерде мына галочка міне тұр ғой, міне прям астында міне тұр галочкамыз, мен салған кезде мына сызық болып көлденеңіз. И мына жерде екі сызық, міне қысылып шығады крючоктарымыз. Мына енді мына жерде менің үш добавкам тұр. Мына жерге мен бір-бірден тоқып келдім. Бір столбиктің галочкаларда, бір галочка. Мысалы мына біздің неміз ғой, добавкамыз үшеу. Бұған мына жерге екеу жасаймын, мына жерге екеу, и мына жерге екеу жасаймын. И потом тағы бір-бірден бүйтіп. Сонда мына жерде алтау болу керек сіздің столбиктарыңыз. Мына менде біреу, иә? Тұр осы жерге. Тағы біреу. Мына жерде мынаған. Прямо мына астында тұрады. Бүйтіп ашсаңыз болады. Біреу. Тұр осы жерде екіншісін тоқимыз. Сол кезде мына жаңа киім етті, мына үлкі етті. Мына жаңа шығып тоқып отыр ғой, соны чекін. Мына жерге екі тоқып, енді мына жерге тағы да біреу. И тұр осы жерге тағы бір тоқығаннан сонымен менде мына жерде алтау болды. Мына жерде мына екеу. Ал мына тесіктерді біз соединительный петлямен тоқып тастаймыз, артынан кейінірек. Ой. Мына жерде бүйтіп қарайсыз, міне мысалы мына жерде менде біреу, иә, бұл жерге тағы біреу тоқу керекпін. Міне бір галочкам, иә, міне тұр менің бір галочкам. И получается міне бір галочкам. Сонда міне мына жерге мен екеу тоқу керекпін, міне біреу. Үлкен оқып кетемін мына. Үлкен болу керек мына жерге. Біреу, иә, тура сол жерге міне екеу. И мына жерде бізде мына жақ көрмесе, мына жақпен кішкене іздеп табуға болады. Дұрыс шыққан жоқ. Мына жерде былай. Біреу. Тағы біреу. И мына жерге біреу тоқимын. Сонда мынауыңыз. Мына жағында мен уже тоқып қойдым, иә. Мына жерде екеу, мына жерде екеу, мына жерде екеу. Сонда міне мыналарды тоқып қойдым. Міне екеуден, иә. Бұл екінші қатарымыз. Сонда бізде бірінші қатар үшеу болды. Екінші қатар алтау болады. Сонда былай болады. Мына жерде былай белгі беріп қойсаңыздар болады. Былай үшеу болды деп. Иә, бір столбиктан үшеу шығардыңыз. Кейін каждый міне үш столбик қойасыз да, былай қойсаңыз болады. Мына схеманы сызбай былай. Потом бізде үшінші қатар болады. Қараңыз, мен бағана мына жерге екеу тоқыдым, иә. Мына жерге екеу тоқыдым, мына жерге екеу тоқыдым, мына жерде біреу бар, міне. Мына жерге екеу тоқыдым, мына жерге екеу тоқыдым. Мына жерде бастап өзім тоқып кеткен біреу бар, міне жасыл маркермен белгіленіп тұр. И тура сол жерге міне қазір міне тура сол міне сол столбиктің астынан аламын мына жерге. Сонда вообще міне тоже мына жерде алтау, мына жақта алтау болады міне. Сонда енді бұны былай қоссаңыз уже екінші қатарымыз бітті. Аламыз да, мына жаққа қосамыз. Осындай кіші ғана аламыз да. Мына біздің галочкамыз, бұған тиісуге болмайды. Соның үстінде тұрғаннан былай мына косичкалардың астынан аламыз да. Мына біздің
біреуіміз бала шығып тұр ғой. Соны алып артына кіргіземіз. Сонда мына қараңыз, екі жағы бірдей овал шығып отыр. Мына жағы ничего, ортасы. Енді қараңыз, біз мынау, тура соны бүйтіп табасыз. Мына жерде мына. И мына петляға саламыз. Енді мынадан да, мына жерден де екеуінен де бүйтіп шығарып алдырмыз. Енді біз қазір мына жерде мен мынада тұрмын. Мынадан галочка көтердім мына. Мына қазір петля подъема, мен осы жерге екеу тұғым, мына жерге біреу тұғым. Болмаса мына жерге біреу, мына жерге екеу тұғым. Мына жерде бір столбиктен екеу шығып тұруға. Сіз өзіңіз қарайсыз, мысалы, мына жерге екеу тоқсан болады, или мына жерге біреу. Сонда былай болып негізінде. Мынау үшінші қатарда, опа. Үшінші қатарымыз, үшінші қатарымыз біреу, екеу, добавка, біреу, добавка, сондай болу керек, осындай. Енді негізінде жағын айттым. Мен мына жерден добавка ма, мына жерден добавка алып отыр. Мына жерден. Мынауымыз үлкен болып қалды. Біреу, мына жерге біреу жасап, оған белгілер қояқ, мына жерге белгі маркер болып қойымыз. Бірінші немізге, мына біреу, мына жерге тура осы жерден, мына екіншісін алып. Енді ағай бәрі оған бірден. Сонда мен мына жерге біреу тоқыдым. Ал мына жерге мен екеу тоқыдым. Мына жерге біреу тоқыдым. Мына жерде біреу, мына жерде көрінсе ме екеу. Бір петлядан, бір столбтан екеу шықты. Мына жерде менде екеу. Мынау менің жаңағы үшінші қатарым ең бастаған жеріме. Енді ары қарай барлығын бір-бірден тоқисыздар. Макет туады. Қарасаңыздар, мына тура добавкаға келдік. Тура мына тесік тұр, мына жақта үшеу шығып тұр. Енді мысалы мен мына жерге екеу жасаймын қазір. Екі столды көтеремін мына жерден, біреу. Тура осы жерден екіншісін көтеремін. Енді мына жерде біреу ғана жасаймыз. Келесіне. Одан кейінгісінде мен мына жерде екеу, мына жерде біреу. Сонда добавка біреу, мына жерге добавка жасаймын. Біреу. Осы жерге. Тағы да біреу. Мына жерге, мына жерде добавка, добавка тұр мына жерде. Мына жерде біреу тоқымыз. Ал келесте мынаған екеу тоқымыз. Біреу. Тұр осы жерге. Екіншісін тоқымыз. Ал мына жерге біреу тоқымыз. Сіз тоқып бастағанда, мысалы, мына жерге келіп тоқисыз, ал мен бірінші добавкадан бастап кеттім. Мына жерге келгенде уже добавкадан сіз, мысалы, мына жерде біреу, мына жаққа екеу, мына жерге біреу, мына жерге кезек-кезек болу керек, бір добавка, бір столбик, обычный столбик. Мына жерге енді бір-бірден тоқып кетемін уже. Сонда мен сізге мына жақта белгі көрсетпеппін, басын жағына бүйтіп жатырмын. Енді мына жерде добавка болды, мына жерде біреу, мына жерде добавка. Мына жерде біреу, мына жерде добавка, мына жерде біреу. И ары қарай бір-бірден кетесіздер. Бір-бірден келе жатырмыз, бір-бірден тоқимын. Енді қарасаңыздар, тура сол. Мына добавкаға келдім өзім. Менде мына жерде добавка, мына тұр, мынау біреу. Сонда мына жерде добавка бар, мына жерде біреу, мына жерде добавка, мынау біреу. Сонда мына жерге біреу тоқимын. Санап алдым, алдын ала. Қалай болып кетті? Біреу, мына жерге добавка, біреу, добавка, біреу. Мына жерге добавка тоқимын. Мына біреу. Екеу. Мына сонда қараңыз, мына тура мына жерге
біреуді оқыдым да, ал мынаған екеуді оқыдым. Қазір мынаған біреуді оқимын, мынаған екеуді оқимын. Мынаған біреуді оқимын. Біреуді оқимын өйткені мына жерде добавка тұр. Ал мына жерге екеуді оқимын. Біреу. Тура сол жерге міне сол столбикқа екінші столбикті оқимын. Сонда мына жерге добавка оқимын. Сонда мына жерде бірдей болды. Негізі добавка всегда үш жерден ғана болады. Добавка всегда мына жерде біреу, екеу, үшеу. Қазір тағы да мына былай қарай қаншалықты көбейсе де добавка үш жерден ғана болады. Мына жақта да үш жерден, мына жерде де үш жерден. Мына қазір енді басқаша кішкене өзгеше тоқтатамыз. Міне мынандай болып шықты. Мынаны мына жағынан арт жағынан үтіктесеңіз түп-түзу болады. Үтіктеп и анадай ауыр бір кітаптардың астына ауыр бір заттың астына қойып қойсаңыз өзінің формасын алады. Міне мынау біздің бір галочкамыз. Міне мынау. Біз мына жерге міне былай істейміз. Галочкаға тиіспейміз, ол бізге керек галочкамыз. Мынаны кішкене қысқартамыз. И мына артқа қарай тартамыз. Тартып шығарып аламыз. Міне біздің үшінші қатарымыз бітті. Үшінші қатарымыз бітті, бірақ бітеміз да, мына жерден шығып тұр. И біз мына жерге салу керек деген сияқты пример емес керек көрсетіп жатыр. Мына жерден бүйтіп шықты да, мына жаққа салдым біз енді. Енді мына петляны тартамыз да, мына жаққа шығарамыз. Енді мынадан да бағанандай тартып шығарамыз. Мына былай, енді дұрыс. Енді мына жерде қараңыз, мына жерде былай болады. Мына жаққа көрсетейін, біз былай тоқыдық. Былай. Алтау болды. Мысалы, мына жерде добавка, мына жерде біреу. Мына жерде добавка, да? Мына жерде біреу. Мына жерде добавка. Мына жерде біреу. Үстіге үш жерден добавка біреу, екеу, үшеу. Бір, екі, үш. Енді қазір тоқыған кезде аламыз да, мына добавканың үстіне тоқымаймыз. Мына бір столбик шығып тұрған жерге екеу тоқимыз да, мына добавканың үстіне бір-бірден тоқимыз. Мына жерде біреу тұрма, ол жерге екеу тоқимыз добавка. Мына жерге бір-бірден тоқимыз, добавканың үстіне бір-бірден тоқимыз. Мына жерде біреу шығып тұр, бір столбикқа екі столбик тоқимыз бүйтіп. Мына жерге бір-бірден тоқимыз. Сонда добавканың үстіне добавка жасауға болмайды. Сонда сізде үшінші қатар былай болды ғой, үшінші қатар. Біреу добавка. Мына жерге көрсетейін, міне. Үшінші санамадық қанша екен? Біреу добавка. Үш жерден ғана добавка болды. Төртінші қатарда, мына жерде санаған жоқпыз, мына жерде санаған жоқпыз. Төртінші қатарда мына жерде сразу уже. Мына жерде екеу, мына жерде добавка болады, міне. Мына жерге екі бір-бірден, мына жерге добавка, мына жерге бір-бірден екеуге біреу, екеу. Мына жерге добавка и біреу, екеу, екі столбик ғана. Мысалы, бесінші қатар. Бесінші қатарда добавканың үстіне добавка жасауға қарап отырыңыз. Добавканың үстіне добавка жасамауға тырысыңыз. Мысалы, мына жерге добавка тұр, мысалы да. Мысалы, мына жерде сізде добавка тұрса, сіз мына жерге былай аласыз да. Мына жерге басын домалақтап қойын, кішкене түсінікті болу үшін. Кішкене қысылып кетті. Мына қараңыз, біреу, екеу, үшеу болады, и мына жерге добавка. Біреу, екеу, үшеу, мына жерге добавка. Сонда добавканың үстіне добавка жасамауға тырысамыз. Сонда мына жерде уже бесінші қатарда былай болады. Біреу, екеу, үшеу, добавка. Біреу, екеу, үшеу, добавка. Біреу, екеу, үшеу, добавка. Қатарымыз бітті, үш жерден добавка жасадық. Алтыншы қатарымызда уже біреу, екеу, үшеу, төртеу, мынадай бір столбиктан уже көбейе береді. Бір столбикқа мына жерде екеу болды, мына жерде бесінші қатарда үшеу болды. Алтыншы қатарда төртеу болады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, добавка. Но добавканың үстіне добавка жасамайсыз, расчеткасы көрсетем қалай болу керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, добавка. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, добавка. Жетінші столбик, мысалы, бір столбик қосып отырасыз сонда. Төртеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу болады ана жетінші неде қатарда. Потом добавка, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, добавка, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, добавка. Сөйтіп, мысалы, сегізінші қатар уже бір столбиктан, бір столбик қосып, мына жерде алтау болады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, добавка. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, добавка. Солай етеді. Енді, мысалы, мына жерде қарайсыз, мына жерде добавка бар. Ал мына жерде біреу ғана тұр, мына жерде біреу. Ал мына жерде добавка, мына жерде біреу, мына жерде добавка. Енді өзіңіз примерно санау керексіз. Добавканың үстіне добавка жасамайсыз, мысалы, да?
И мына жерге добавка жасаймын. Мына жерде біреу болады. Столбик обязательно петля подъема көтереміз. Мына жерге мен добавка жасаймын. Біреу. Тура мына жерге екеу. Енді мына жерде бір-бірден алып кетемін. Біреу. Бізде сонда мына жерде біреу добавка ғой. Мына жерде уже сонда мына жерде менде добавка болса, мен добавка жасадым. Мына біреу мына жерде тағы қойсам, мына жерге міне уже шығып тұр. Біз міне мынаны тоқимыз қазір. Мынаны тоқимыз. Көрсетейін. Мынаны тоқимыз ғой. Добавка. Мынаны тоқимыз. Зеленый, давайте зеленый. Добавка, да? Екеу. Добавка, екеу. Добавка, екеу. Үш жерден ғана добавка. Всегда мына жақта да қаншасын шығарып тұрмыз, үш жерден болады добавка. Енді мына жерде менде добавка тұр, жерге біреу тоқыдым, ал мына жерде біреу тұр, жерге екеу тоқыдым, добавка тоқыдым мен үстінде. Мына жерде бір-бірден тоқып кетемін. Бүйтіп айландырып келемін да, бүйтіп келген кезде мына жерге добавка жасаймын да, мына жерге біреу жасаймын. Сол кезде мына добавканың үстінде бір-бір столбиктен болып шығады. Қазір мына жерден ары қарай. Қазір біреу. И ары қарай бір-бірден тоқып кетеміз. Мына жерге келді, мына жақ енді қазір не істеп етемін, қараңыз, мына жерде добавка тұр, мына жерде добавка, мына жерде біреу. Добавканың үстіне бір-бірден жасаймын, мына жерде біреу, и мына жерде біреу. Ал мына жерде біреу ғана тұр. Бұл жерге екеу жасаймын. Добавка сонда. Екі столбик. Бір жерден екі столбик шығады. И мына жерде екі столбик тұр, бір жерден екеу шығып тұр. Добавка тұр. Бұл жерде мен бір-бірден тоқимын. Біреу. Тағы екіншісіне тағы біреу. Мына жерге біреу тоқыдым, мына жерге біреу тоқыдым. Ал мына жерде біреу тұр, бір-ақ столбик. Бұл жерге мына біреу. Тура сол жерге мына. Тура сол жерге екіншісін тоқимын. Ал мына жерде бізде уже бір-бірден біреу. Мына жерге біреу. Потому что бұл жерде добавка. И мына жерде қарасаңыз, мына добавкамыз қанша? Мына жерде біреу. Мына біреу. И біз мына жерге бізде мына жерде екі добавка болып біреу, мына жерде екеуге, мына жерде бәрі бір-бірден келді, мына жерде біреу, мына жерде екеу, негізі үшеу болу керек. Сол үшін біз мына жерге қосамыз, әйтпесе қазір мына жерде добавка аз болса, ол былай жиырылып қалады. Сол үшін мына шетінен, шет жағынан добавка қосамыз, әйтпесе біздің сумкамыз жиналып қалады. Бәрін өзіңіз қарап байқап отырыңыз. Қазір мына жерде добавка жасап, бүйтіп айланып келеміз ғой, мына жерде қатарымызды бітіреміз, сосын мына жерге келгенде добавка обязательно мына жақта шетіне кетіп қалды. Мына жақтан бірінші добавканы бастаймыз мына жақтан. Өйткені мына жақта уже добавкамыз бір шетке қисайып кетпеу керек барлығы. Мына жерде бір-бірден бір-бірден тоқимыз. Мына тұрсауын бір-бірден. Енді мына жерде уже қазір қатарымызды бітіреміз, бірақ көріп алып отырмыз добавканы. Мына жерде біреу добавка жасаймын, мына жерге бір добавка, мына жерге добавка жасау керек, әйтпесе менікі қазір екі добавка болып қалады. Мына жерде добавка, и мына жерге біреу, мына жерде мына добавка тұр, мына жерде. Мына жерде екеу шықты, мына жерге бір-бірден тоқымыз, мына жерге біреу, и келесіне біреу. Мына жерге екеу, бұл жерде біреу ғана тұр. Біреу, и мына жерге тағы біреу. Мына жерге бағана айтқандай, мына жерде добавка тұр, біреуінен уже біреу столбик шығып тұр, мына жерге мен бір столбик тоқым. Мына бір столбик тоқыдым. Енді міне біздігі мына шықты. Ортасын бағалағатқанда дұрыстап тұғын. Енді мына кішкене ғана шығарамыз да. Мына кішкене түсініксіз болса, қарсаңыз, мынау сізде өзіңіздің жаңағы галочкаңыз, соны галочканың үстінде бүйтіп саламыз, артынан алды қарап өрмек бізде. И мына артқа қарай тартамыз. Бітті. Енді мына жерге біз өзімізді мынадан салдық, мынаған саламыз, и былай екеуіне
мындай шығарамыз. Петля подъема. Енді біз мына жерге добавкамен жасаймыз. Мына біреу, иә, уже бір столбик, ой, петля подъема көтердім. И мына жерге мен добавка жасаймын. Өйткені мен мына жаққа қарай жасасам, мына жерде уже добавка тұр. Ол жерге жасауға болмайды. Мына жерге добавка жасамын. Мына біреу бір столбик тоқыдым. Негізі бағанан бері мына добавка 2 столбик тоқып жаттық, иә, бір-бірден. Енді мына жерде 2-2-ден тоқып келдік қой. Мына добавка, 2, добавка, 2 деп, иә. Енді 3 болады. Мына добавка мына жерде біреу тоқыдым, 2 мына жерге 3. Тура добавканың үстінен бір-бірден тоқып өтеміз сол кезде. Біреу, 2. Мына. И мына жерге мен добавка жасаймын. Біреу. Сонда қараңыз, добавка, біреу, 2, 3, бір-бірден, е, мына 3 тұр. Мына жақта добавка, мына жақта добавка. Енді ары қарай уже бір-бірден тоқи береміз. Мына енді қараңыз, мына жерде мына жерде добавка тұр, иә. Потом мына жерде тоқтадым, тоқып кеп, иә. Мына жерге мен мысалы біреу, 2, 3, ал мына жерге мен уже добавка жасауым керек. Сонда мына жерге добавка жасасам, біреу, 2, 3, мына жерде бір-бірден болады. Тура добавканың үстінде. Добавканың үстіне добавка жасасаңыз, шүкір болып шу шығып кетеді. Дұрыс емес болады былай айтқанда. Мына жерге мен добавка жасадым, иә, міне. И мына жерде добавканың үстіне бір-біреуден өтемін. Біреу, екіншісі. И мына добавканың соңғысы. Мынау 3 болды. Енді мына біреу, 2, 3 бір-бірден тоқыдым ғой, иә. И мына жерге мен добавка жасаймын. Біреу, 2. Енді мына жерде, мына қараңыз, тура добавканың үстіне қазір мына жерде бір-бірден өтемін. Мынау добавкамыз, иә. Біреу, 2. И мына жерге 3. Мына добавка, мына жерде мына бір жерден 2 шығып тұр. И біреу, 2, 3. И мына жерге добавка жасаймын. Біреу. Тура сол жерден 2. И мына жаққа ары қарай бір-бірден алып өтемін уже. Біреу, 2, 3. Сонда мына жерге добавкамыз керек. Мына бірінші добавкамыз, міне біреу. Мына екінші добавкамыз, міне үшінші добавкам. Мына жерде просто жұмбырның үстіне кішкене шығып кетті. 3 добавка бар, болды, уже бір-бірден тоқып береміз ары қарай. Мына жерде қарасаңыз, міне қазір қатарымызды қосамыз, алдын ала біз добавкамыз саналуы біреу, иә. Біреу, 2, 3 бір-бірден, мына жерде добавкамыз. Енді мына жерде біреу, 2, 3, мына жерге добавка жасау керек еміз. Мына добавкадан өтеміз, мына жерге добавка. И келесіне қазір добавка жасау керек. Мына жерде бізде добавка міне. Мына жерге біз біреу, иә, тура сол жерден міне 2. Мына жерге уже бір-бірден тоқып өтеміз. Біреу, иә, мына жерге біреу. Осындай екен болып шығады. Бұл рюкзагымыздың асты.
мына жерін біз жаңағыдай тоқимыз дедім. И біз мысалы мына жерде мен 11 алдым, 11 алғаннан кейін мендегі сантиметр линейка ештеңе жоқ қолымда. Мына мысалы мен алақанымен бірдей болды. Мен тағы бір қатар айландырып тоқимын, кішкене үлкенірек болсын. Просто сіздер добавканың үстіне добавканы жасамауға тырысыңыздар. Бәрін расчетпен тоқыңыздар. Қараңыздар, осындай шықты. Мен детский рюкзак тоқимын деп ойлап тұрмын. И мен сіздерге бір не айтайын кетейін деп едім. Мысалы, менікі, мына жерде мен 11 столбик алдым. Сол себепті менікі осындай жалпақ и кішірек болды. Ал мысалы сіздер 15 алсаңыз, онда ұзындау, ұзын, прям сопақша, ол қатты сопақ болып тұратын еді. Оны үлкейткен сайын үлкейе береді былай. А мен ғана өзі керегі детский рюкзак болатын, осындай кішкентай ғана овал тоқыдым. И мысалы сіздер табанын ғана тоқитын болсаңыздар, осымен бітті десеңіздер, мысалы мына жерін бүйтіп бір-біріне қосу керек болды. Оны менде астында осы өзім каналымда видео бар. Қалай қосу керек екендігі көрсетілген, мысалы былай. Міне. Осымен бітті менікі. Енді сіздер жаңағыдай көбірек цепочка алсаңыздар, мысалы менікі қанша дедім мынада? 11, 11-ден кішкентай ғана шықты. Где-то менікі 40 сантиметр менікі. Ал мысалы 15 алсаңыздар, одан үлкенірек болып шығады. Өздеріңіз цепочкасын есептеп отырыңыздар. Енді мына жерін, мына тесіктерін жабу керек болды. Мына тесік қой, мына жер тесік болды. Одан үстін жабан аламыздар. Например, қалай қойды, соны жіптің ұшын аламыз, жіптің ұшын аламыз да, мына жақтан іліп аламыз. И мынаған саламыз, үлкен тесікті ғой. И мына жіптен іліп аламыз. Іліп мына жаққа жаңағы бұл соединительный столбиктер. Енді келесін мына ғой. Мысалы, мына жақтан іліп аласыздар, мына жаққа шығарасыздар и былай. Каждый дырочкаға, дырочкада регуляторды алып отырасыздар. Мендер кеңістің. Қатты бос болды, қажет жоқ. Осындай вот это вот косичка. Енді мынаған кіргеніміз да. И мынаған примерно прямой шоғыр бұнымен алғанда. Барлық тесігін жауып шықтым. И алып артқа. Бәрін сосын былай байлап, барлығы ұштадым. Жоқ, ол прям тығып тастау керек біздің. Осылай, мына жағын кесіп тастауға барлығы ұштап өздік байлап тығып тастаймыз.